Бүгін балаларымды ойнатып отырсам, телефоныма бөтен номер звонок түседі. Алып қалсам, саламатсыз ба, қалыңыз қалай, сізге клубника шоколаде сыйлық ретінде жіберсек бола ма, адресіңізді айтасыз ба дейді. Ойбай, рас па деп сенбей қалғам ғой. Бұл да бір негізі менің арманымның бірі еді ғой. Аха, жарайды деп адресімді айтыппын да, ойбай, кімнен екенін білмеймін, кім жіберіп жатыр деп сұрамаппын да ғой. Сонымен қой тез мына жерді жинап тастайын. Сол клубника шоколадпен бірге жаңағы сыйлық келе жатқан адам да келе жатқан шығар, бәлкім деп үйімді жинап қояйын дедім ғой. Ұятты құрсын, мына келін немене салақ па, үйін шашып отырған не істеп, клубникасын алып кете ма деп қорқып уайымдап тез жинап тастадым. Ана кішкентайымда жағаласып оған кішкентай ойыншықтарды беріп қойдым да, үлкен аюмен еркелетіп қоям баламды, қызымды. Сосын деген қуанып, бұл да бір кішкентай ғана арманымның бірі еді ғой, расымен орындала ма деп сенбей бір кезде машина келіп тұр, бейбылдатып, сонымен есік алдына шықсам, расымен де осындай клубника шоколаде келіпті. Қуанып, мәз болып үйге қарай зыттым ғой, тез бала шағама көрсетуге асығым. Негізі балаларымды көптен бері осындай заказ берейікші мама деп жүрген, білмеймін қайдан осылай сыйлық кеп қалғанын, Құдай жіберді ма бізге деп. Сонымен үйге алып келдік. Сөйттік те, қараңыздаршы, мә қандай керемет шоколады да қалың, енді күшті қып жасап беріп жіберіпті ғой. Өліп өзім деген бірінші жеп алдым ғой, қанкей дәмін көрейін, не де болса дедім да. Сонымен розовыйын көрейін дедім, шоколадын жеп алдым да, енді розовыйына шықтым, қараңыздар. Сонымен бала шағама да берейін дедім, ас бөлмеге алып келгенде барлықтарына, қайнағама, ана жақта бала қыздарыма барлығына беріп, талап жеп қойған қайнағама шоколадын берейін дедім. Енді шоколадын жақсы көреді өзі. Сөйттік те, одан кейін розовыйын бердім. Тез жеп алдық та, сонымен отырдық тыңқиып. Кімнен келді деп ойлайсыздар мына сыйлық?